Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында Атырау қаласында заманауи цифрлық жүйелер кеңінен енгізіліп жатыр. Алдағы уақытта қала аумағына 3700 бейне бақылау камерасы орнатылмақ. Бұл бағыттағы жұмыстардың барысымен танысу үшін облыстық полиция департаменті бақ өкілдеріне арнайы пресс-патруль ұйымдастырды. Іс-шараға тілшіміз Лаура Кесметова да қатысып, заманауи қауіпсіздік жүйелерінің жұмысымен танысып қайтты. Қауіпсіз аула жобасы аясында тұрғындардың ұсыныстары ескеріліп, аулалар мен адам көп жиналатын орындарға қосымша камералар орнату жоспарланып отыр. Жыл басынан бері жоба арқылы мыңдаған шақырту тіркелген. Олардың басым бөлігі қоғамдық орындарда мас күйінде жүру және ұсақ құқық бұзушылықтарға қатысты. Аула бойынша қоғамдық тәртіп сақтайтын жергілікті учаскелік инспектор өзінің айналасында белгіленген учаскесінде қызмет атқарады. Участок барысында жыл басынан Атырау облысы бойынша 2701 әкімшілік хаттама салынған. Оның ішінде кіші құқық бұзушылық деген әкімшілік кодекстары мен аула ішіндегі түнгі тыныштықты бұзғандар, нөлдік төзімдік деп айтамыз. Сол бойынша әкімшілік хаттама салынған. Қауіпсіз аула бойынша 58 000 камера орнатылған. Қазіргі таңда Атырау қаласы бойынша 29 учаскелік инспектор тірегі бар. Бұның ішінде әр участке микроучастке бөлінеді өзінің. Қазіргі таңда өңірдегі патрульдік полиция көліктері 8 камерамен жабдықталған. Олар жол қозғалысын бақылаумен қатар қоғамдық тәртіпті бұзу фактілерін іздеудегі көліктер мен күдікті тұлғаларды анықтауға көмектеседі. Жалпы өңірде қылмыс саны азайып келеді. Дегенмен кейбір қылмыстардың өсімі бар, оны біз жасырмаймыз. Ол жаңағы интернет алаяқтар. Оған да біз қазір тиісті шаралар қабылдап жатырмыз. Осы биыл біз сәуір айында антифрауд орталығын аштық. Күнделікті қаншама қоңыраулар келіп түседі, соның бәрін біз қазір бұғаттап, тиісті шаралар қабылдап жатырмыз. Енді бұл көрмей қалған жағдайлар болатын болса, бізде орталықта отырған қызметкерлер, біздің осы жердегі патрульдік қызметкерлерге бағыт-бағдар беріп, айтады, ана жерде бала отыр, мына жерде қараусыз бірдеңе жатыр деген сияқты, соның бәрін бағыт-бағдар беріп, дереу шараларын қолданады. Бүгінгі таңда 24-тен астам дрондарымыз бар, 80-ге жуық күнделікті неше түрлі, әртүрлі бағыттағы құқық бұзушылықтар анықталады. Заманауи технологиялар полиция жұмысының тиімділігін арттырып, құқық бұзушылықтардың алдын алуға мүмкіндік беріп отыр. Бейнебақылау камералары, дрондар мен цифрлық жүйелердің көмегімен тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстар алдағы уақытта да жалғаса бермек. Лаура Кесметова, Айбек Ғалымов, Мыңжас Меңдібаев, жаңалық қызметі.